Жарнамадан оралдық қосылайық жобасы. Бізде жаңа үміткер Аружанды таңдап келген Олжас мырза студияда. Ал кезекті белгі Айлитаның қолында тәрізді. Айлита дейді. Еркелікті ұмыттым. Еркелеп жүре беріңіз. Қызға қашанда ерке болған жарасат меніңше. Ал Диана ханым, мен Аружанға айтатын. Мен Аружанға айтып кетейінші. Қыздар, сұраққа жауап берсін әуел, одан кейін сіздің пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз. Сізге сұрақ қойылған еді, жарнамаға дейін есіңізде болса. Қайталап жіберсе тағы сұрақты. Айдана. Олжас мырза, бағана сұрақ қойдым да, Аружан қазір студент екенін білесіз, дұрыс па? Сіз өзіңіз айтып жатырсыз ғой, театрда жұмыс істейсіз, иә? Сіздің табысыңыз жетеді ме, егер де болашақта ара қатынас жалғасып, үйленіп жатсаңыз, толықтай отбасыларыңызды енді қамтамасыз етуге? Әрине, жетеді. Еркек болғаннан кейін ол парызымыз деп ойлаймын, әйел кісіні асырау. Айнұр. Диана ханым, саламатсыз ба? Нәже айтып кеткім келген Аружанға. Сен негізі кешеден бері бақыладың да Аружанды. Ақылды қызбын, жасыма сай емес, ақылым бар деп айтасың. Проектке келгенді білдің ғой Аружан. Ана Сақинаны әдей таққан сияқты. Өткен Сақинаны да көрсете береді. Әдей немесе хайп жинағың келді. Ана бұрынғы жігіттің көрсін деп. Қайтып келсін саған, сөз болсын деп. Немесе бір тағы да бір ойы бар. Бірақ сен дайын емессің Аружан күйеуге тиюге. Дайын қыз проектке келгенде ана Сақинаны шешетін еді. Диана ханым, мен айтып өтсем жауап беріп кетейін. Қазір жауап берсін. Аружан. Мен күйеуге дайын, тұрмыс құруға мен дайынмын. Мәселе тұрмыс құрғанда Сақинаға кеп тірелмейді. Оны шеше салу бір пәс. Соны естен сақта. Мен шеше салдым оны. Маған ол қиын емес. Жоқ, саған негіз ол Сақина туралы айтылды ғой. Разговор болды. Екеуміздің арамызда болды ол разговор. Сен сол кезде соны біліп тұрып, әдейі тақтың, әдейі ұлдар көрсінші, мен хайпажорка болайын, мен подписчик жинайын деп айттың сен. Кәдімгідей. 19-да болсам да, қатты қу болып, мен да қумын ба десем, сен менен өткен қу екенсің, базар жоқ. Үндемей отырып, үндемегеннен түйті бәле шығады дейді. Енді Айнура сенен ондай нәрсе күтпедім, әрине. Бірақ енді өтірігіне Құдай береке берсін деп айтайын болды. Сен айтып тұрсың ғой, және өзім мойындап тұрсың ғой қу екеніңді. Мен мойындап жоқ, мен қу емеспін. Сіздердің айтыстарыңыз болып кетті. Елена ханым. Диана ханым, саламатсыз, өте әдемісіз. Қош келдіңіз, Олжас. Аружан, мен сізді кеше көрдім, қолыңызда Сақинаны айттым ғой. Апалық ретінде, аналық ретінде оң қолға Сақина тағуға болмайды. Бұл қазақтың ырымында жол болмайды деген бар. Бағың ашылмайды деген бар. Сондықтан қолыңыздағыны, оң қолдағыны сол қолға тағуыңызды сұраймын. Қазір осы бәріңіздің көзінше. Сіз оны кеше байқап, кеше сыртында айттыңыз. Кеше айттым. Маған Елена ханым негізі айтқан болатын, бірақ енді үйреніп қалған. Әдет қалмайды дейді ғой, қалай айтады? Қыздардың құлақтарына алтын сырға, барлықтарыңызға соны айтамын. Әдет қалмайды. Әдет болып кеткен 2 жылдан бері, енді мен ол Сақинаны мүлде шешіп салдым, құрсын, бәлесіне аулақ. Наяқта отсам, таяқ жейді сақтым ол. Аружан, негізі қалай айтсаң да, бұл безмияный палец, басы бос емес адамдар тағады бұл жерге Сақинаны ше. Мне кажется, сен осы жаққа келдің, үміткер болып тұрмысқа шығуға келгеннен кейін, хотя бы сен үміткеріңді сыйлап, оны шешіп үйде қалдыруың керек еді. Сен бұл жерде үміткерді сыйламай отырсың деп ойлаймын. Міне үміткерімді сыйлап, қолымнан шешіп, өзім Сақинам алып тастадым. Үміткерімді сыйлап отқаннан кейін енді мүлде тағылмайды ол Сақина, құрметті қатысушылар. Асылбек, қайдан ғана көріп қалдыңыз бұл жүзікті? Диана ханым, Мөлдір сен болады ма? Негіз біріншіден сен проектқа келгенде барып шешіп тастауың керек еді. Үміткер келгенде емес. Және де тағы да бір айта кететінім, Айдана ғой, Айдананы қолдап кеткім келеді. Жаңа жарнама кезінде Аружанның қасында біраз адамдар тұрды. Сол кезде қателеспесем Асылбек қой деймін. Сақина туралы сұрап барған кезде Аружан айтты, ой, наконец-то қозғады, осыны күтіп жүредім әдейі деп, көрсетіп қойдым деп. Ондай әңгіме болды.
Мен айттым, осы сақина қашан қозғалады екен деп жүредім, себебі бәрі сұрай береді дедім. Айтатын кез келді, міне айттым. Болды, нүкте қойылды. Күттіңіз, сіз дайындалдыңыз бұл сәтте. Бұл сақинаға көп адамдар сұрақ қойды, неге сен тағасың, неге адам бүйтесің деген кім? деп. Мысалы, бүкіл қатысушылар жаңа жігіттерші, не означать етеді деген сияқты. Мен ешбір адамға бұл туралы айтқан жоқпын. Жай ғана моментті күттім. Осылай бәріне айтам деп. Ол мен жеке-жеке әрқайсына түсіндіріп жүрсем, әрқайсысы әртүрлі түсінеді ғой. Әрқайсысы әртүрлі ой шығарады. Есесіне сіздің бұрынғы өміріңіз бұл жерде тікелей эфирде талқыланбайтын еді, сыртта өзге қатысушыларға жеке оңаша айтатын едіңіз. Ол бәрібір. Аружанға сұрақ қойсам болады ма? Аружанға мен. Кім? Мен. Аружан, бұрынғы ара қатынасың толығымен тоқтады ма? Әлде сезімі әлде қалды ма сенде? Сол кісіге деген. Олжас мырза, менде баяғы ара қатынас толығымен тоқтады. Мен ол нәрсеге қайтып келгім келмейді. Болды, осымен, осыны жауабын алдым, осы жерде, осы теманы жауаслайық, Сақина. Өте дұрыс, қолдаймын. Бұл тақырып енді қозғалмас екен. Жүзікті шештік, ал шымылдықты ашамыз ба? Бәлкім сізге жаңа жүзік сыйлайтын ер азамат шымылдықтың арғы бетінде? Шымылдықты ашашы, қобалжып тұрмын, көргім келіп баратыр, бойы 185. Тек қана бойы үшін көргіңіз келіп барады, Ал бойды көрсін, шымылдық ашылсын. Жанымды тербеші, I need you, baby. Қасымнан кетпеші, I love you, baby. Сөзіме тек сенші. I love you, baby. Бағымсың берілген, I need you, baby. Болшы тек менімен, I love you, baby. Let me love you, baby. Шымылдық ашылды, бірақ Асхат мырза, Ақтөре, сіздер неге күлгендеріңізді мен түсінбедім. Не болды, Зухра ханым? Масқара. Диана ханым, Ятай. шыны керек ол. Не емес, сен мына жерде дұрыс жағынан түсінесіз тұрып, кекеткен деп ойлап қалмаңыздар енді. Енді шымылдық ашылып отыр, хореограф дегенге бір күшті би күтіп тұрып, мынауың биші ма деп екеуміз бір дейміз. Бір-бірімізге Асхат екеуміз қарап қалдық та, соған күліп жатырдық та, шыны керек. Биі ұнамай қалды ма сізге? Ау? Биі ұнамай қалды ма? Жоқ, билеген кезде хореографтар енді анау қуанып билейді ғой, жақсы. Асхат аға, өзіңіз түсіндіріңізші, біз түсінбедік. Ақтөре мына жерге шығып биледі да, Олжас мырза қарады Ақтөреге. Сосын Ақтөре екеуміз бірімізге Ол жаққа қарамадым мен. Жоқ, жарайды, қарамадыңыз, Біз Ақтөре екеуміз сізге қарадық та, біз ойладық, сіз қазір бір күшті бір постановка көрсетіп ма депші. Сөйтсек қана ожидание реальность болып қалды да. Болды, сонымен тоқтай алмай қалдық. Кешірім сұраймыз. Спектакльға келіңіз, ондай көргілеріңіз келсе. Все, хорошо, келеміз. Рахмет. Расымен де қажет болса, егер биін бағалағыларыңыз келсе, жеке спектакльге, театрға баруға керемет мүмкіндік. Ал енді бойын көрдіңіз, өзін көрдіңіз. Әсеріңіз, Аружан? Жақсы впечатленияда, сізбен танысқаныма қуаныштымын. Олжас. Дым айтатын жоқ қатысушыларға. Мен сұрақ қойсам бола ма? Қобалжып тұрмын. Мұхтар мырза, сұрақ қоймағандар, Әділет, Шаблан. Мен айта салайыншы, қандай екен өмірде? Былай. Өмірде одан да сұлу екенсіз. Осыны естігіңіз келді. Естігім келді. Мінекей, жігіттер қойсын. Олжас бауырым, ассалаумағалейкум, қош келдің. Уағалейкум. Біздің енді Аружан негізі былай ерке қыз ғой өзде. Жас, ерке, бірақ ерке болғанымен өмірде біраз нәрсе басынан кешіргенді негізі. Мысалы, мамасы жалғыз тұрады деген сияқты. Егер Аружан келешекте, мысалы, анасын қасына алам деген жағдай болса, сен оған қалай қарайсың? Мысалы, анам жалғыз қалып жатыр дейді үйде қазірше. Кішкене денсаулығы жоқ дейді. Сондай жағдайда сен қалай қарайсың? Бірге үйленіп кетсеңдер деген сияқты. Мен қарсы емеспін. Қамтамасыз ете аласың ба анасын? Қарсы емеспін, бірге тұруға. Анасын қолымен алсам. Жақсы, рахмет бауырым. Тамаша. Мұхтар мырза, Хамрақұл, Шаблан, Аягөз, Аружан. Олжас, қош келдіңіз. Негізі мінезіңізді сипаттап кетсеңіз. Мінезім негізі тұйық. Былай көп сөйлей бермеймін. Бірақ керек кезде ашыла алам. Өте ашуланшақпын. Ашуланшақ? Тез. Негізі сізге қарағанда бір сабырлы, сондай баяу жігітке ұқсайсыз. Болашақта Аружан сізді басып тастайтын сияқты. Вам так кажется просто.
сіздерге солай көрініп жатыр дейді. Диана ханым, сұрақ қояйыншы. Шаблан. Ассалаумағалейкум Олжас. Но мен сені түсінбей жатырмын да, енді біздің менталитетке негізі тура келмейді ғой, енесі мен қыздың анасымен бірге тұру деген да. Жоқ, мен қыздың анасымен тұрамын деген жоқпын. Қыздың анасын өзіме алам дедім. Ол екі бөлек күйеуге жатады әңгіме деп дейсіз ғой, иә? Жоқ, мен оның үйіне барып тұрайын деп жатқан жоқпын ғой. Күшік күйеу егер Олжас мырза Аружанның шаңырағына барып тұрса, онда неге күшік күйеу нағыз сол? Аягөз? Олжас, қош келдіңіз. Өте сымбатты, бой ұзын, келісті. Маған негізі бой ұзын, қара тор жігіттер ұнайды. Сол менің вкусымдағы жігіт деген да. Сол айта салайын дедіңіз бе? Жоқ. Мен жаңа Әділдің сұрағына толықтырып кетейін деген ем. Жаңа айтып жатыр ғой, анасы өзі қазір жалғыз деп. Сіздерде мынандай жоқ па отбасыларыңызда? Толыққанды отбасыдан қыз алайық, толыққанды отбасыдан келін қылайық? Жоқ, ондай ешқандай қағида жоқ отбасымызда. Диана ханым, рұқсат па? Олжас бауырым, қош келдің. Қадамыңа гүл бетсін, өте жарасымды жұптың еш шығып тұрғандай кәдімгідей. Жаңа бір айтып кеткеніңде, Алматыда тұрып жатқан 16 жыл болды дедің ба? Анаң неде? Жамбыл облысында, дұрыс па? Бұл жақта сен кіммен тұрасың? Мен соны түсінбей жатырмын. Сен кішкентайыңнан кіммен бірге тұрып, жаңағыдай осы уақытқа дейін келетсің? Жалғыз өзің қалай тұрып жатсың деген ма? Жоқ, мен школа-интернатта оқыдым, 10 жасымнан 18 жасыма дейін. Білім алдыңыз? Иә, білім алдым. Одан кейін жұмысқа тұрдыңыз? Иә, одан кейін театрда жұмыс істедім, сосын қазір өзім тұрам. Зухра ханым? Диана ханым, мен негізі жаңағы сұрақ қойған алдында Аяжанға айтайыншы деп едім. Басқа Аяжан ба? Аягөз. Я просто қазір үміткер Аружанға келіп отыр, я? Қара торы жігіт, маған ұнайтын, менің вкусымдағы сияқты екенсіз деп айту қаншалықты дұрыс деп ойлаймын, да? Негізі біреудің жігітіне көз салған дұрыс емес деп ойлаймын. Басымнан өткен дейсіз ғой? Зухра ханым, мен мына жерде мен сізді қатты ұнатып тұрмын, қазір қасыңызға барып отырып алам деп айтқан жоқпын. Негізі менің айтқым келгені сымбатты жігітті сымбатты деп айту керек. Осындай үміткерлер маған да келсін. Маған да келсін, иә. Мен осындай үміткерлер күтем. Болды. Просто ол жерде басқа сөз айтылды. Қара торы, бойыңыз ұзын, әдемі жігіт екенсіз деп айтып жауап қоюға болады. Негізі сен менің вкусымдағы жігіт. Дұрыс қой, енді менің вкусымдағы жігіттер сондай. Енді сен оны айтпай қойсаң да болады еді ғой. Болады, неге айтпаймын, айтам. Это, знаешь, андай сыйластық жоқ та сенде. Үміткерге деген қатысушыға қасында отырған бір отбасы. Негізі біз қосылайық та осылай отырған барлығымыз бір отбасымыз деп есептелінеміз. Зухра ханым, негізі өзіңізбен мені теңестірмей ақ қойыңыз. Өзіңіз сол әр жігітке жақсы жүретін шығарсыз. Бірақ мен ондай емеспін. Мен ондай емес. Мен оған айттым, сымбатты екен айттым, келбетті жігіт екен айттым, болды. Артық ештеңе айтқан жоқ мен бұл жерде. Асқар мырза, сіз или сізге внимание жетіспей жатыр ма, білмеймін. Сабыр арулар. Барлықтарыңыз сұлусыздар. Маған внимание от души жетіп жатыр, өзің көріп жүрген шығарсың. Барлығы маған қарайды ғой, так что не переживай за меня. Мен просто сенің айтып отырғаның сөзіңе айтып отырмын. Қыздар, Зухра ханым, Аягөз, Асқар мырза. Аягөзге айтарым, толыққанды отбасы деп жатсың, оның толыққанды отбасыдан шыққан қыздан естігем. Неге оны кемсітіп отырсың? Мен жауап беріп кетейінші осыған. Толыққанды отбасы деп жатсың ғой. Мен толыққанды отбасыда өстім. Толыққанды отбасыда тәрбиелендім. Толыққанды әулеттің бір қызымын. Тәрбиесі мықты. Сол себепті қазір өйтіп кемсітудің қажеті жоқ. Мен қазір бой жеткен қызбын, ақылым уже бір шама жинадым деген сияқты ғой. Кішкентай қыз болсам, өсіп әкесі жоқ деп айтсам болады. Менің негізі айтқым келгені, кей отбасылар айтады, толыққанды отбасынан қыз алғымыз келеді дейді. Кеше сенің өміріңді естіп жатырмыз, Аружан. Мен сені кемсітіп айтып отырған жоқпын, шынымен. Мен жігіттің ойын білгім келді. Қазір енді танысып жатсыңдар ғой. Ертең мысалға таныстықтарың жалғасып, ой, маған толыққанды отбасыдан керек деген әңгіме болмасын деп. Мен білмеймін, мен әкем қашан кетеді, шешем қашан кететінін білмеймін қазір. Мысалға бүгін ертең кетіп қалатын шығар. Мен де қазір осы жасыма дейін толыққанды отбасыда өсіп келе жатырмын. Қазір сен әкең жоқ қой, сол үшін мен сұрадым. Просто Диана ханым, айтайыншы, ондай сұрақтарды негізі жігіттің тарапынан қойылса дұрыс болар еді. Ал бұны Аягөз айтып жатқаннан кейін сіз бүгін 4 сағат бойы Аягөздің сөзін пікіріне тиісіп отырасыз. Сұрақ қойыншы, сіз жалпы мені кеше бағдарламаны көріп келіп отырсыз ғой,
Иә. Ол ситуацияның бәрін білесіз ғой? Иә, білемін. Көрдіңіз ғой. Аягөз міне саған ответ дайын. Біліп келіп отыр. Айлитар? Негізінде Аягөз кейде осылай пікір айтқан кезде бір басқалай айтқысы келеді да, бірақ үнемі осылай дұрыс айтпай қалады, жеткізе алмай қалады. Иә. Мен негізі былай айтқым келеді, Аружан қатты көңіліне қабылдама. Негізінде ол сұрағаны да дұрыс болды. Зато сен сразу бірінші біліп аласың да, а мүмкін шынымен де ол ондай жағдайға қарайды. Негізі қоғамда бар ондай дүние. Тек қана даже әке-шешесі толыққанды отбасы емес. Мысалы, маған менде мынандай ситуация болған. Біз наймандармен жараспаймыз деген әңгіме болған. Ол қоғамда бар, бөледі. Сен мысалы жоғары білімін болу керек, материалды жағдайын болу керек. Қазір шынымен де жігіттер бар солай сұрақ қоятын, ол рас. Сондықтан да сен оны қатты жүрегіңе қабылдама. Диана ханым, рұқсат па? Негізі мына сұрағы тікелей менің талабымдағы есіңізде болса, менің талабымда сондай болатын, толыққанды отбасының қызын жаңағыдай үйге келін қылым келеді депші. Уақыт келе мен өзімнің талабымды өзгерттім, өйткені өмірде неше түрлі жаңағыдай сәттер болады, оқиғалар болады, өмірден өтеді дегенде, содан кейін бұл жаңағыдай сұрақты Аягөз қойғаны өте орынды. Иә. Диана ханым. Елена ханым. Бұл дұрыс емес, жаңа қыздардың айтып отырғандары бір-бірін жаңағы толыққанды жаңағы отбасынан емес деп отырған. Мен жаман айтпай жақсы жоқ, мен де қыз асырап отырмын. Ертеңгі күні қызым да өседі, осылай айтып толыққанды отбасынан емес деп тағы да кемітеді. Ол деген дұрыс емес. Қандай болса да тәрбиелі, жақсы отбасынан шыққан. Толыққанды. Сондықтан ешқандай қарсы шықпаңыздар. Мына дұрыс, мына хамоның өзгерткен талабы. Осылай етіп, жігіттерге де айтатыным, ешқандай талапқа қоймаңдар. Толық па, толық емес па отбасы деген. Сондықтан қандай болса да ұнатсаңыздар да, қызды өздеріңіз аласыздар ма? Үйленгенде. Жан тәнімен алыңыздар, бақытты болыңыздар деймін. Мен сіздің сөзіңізге мен келіспеймін деп айтқан жоқ бұл жерде. Мен сосын барып Аружанға айтқан жоқпын, сен толыққанды отбасынан емессің, сен оған лайықты емессің деген сөз айтқан жоқпын. Сөзді бірінші түсініп алыңыздар, одан кейін пікірді жақсылап айтасыздар. Айнұр, шығып келсеңіз болады. Ақтөре, барасыз ғой деймін, көмектесуге? Мен сұрақ қойсам бола ма? Жақсы болып кетсін. Олжас мырза, сіз не ма? Қанша уақытта үйленуге дайынсыз? 6 ай 1 жыл аралығында. Өзіңіздің отбасыңызды 5 жылдан кейін қалай елестетесіз? Көп балалы. Диана ханым, рұқсат па? Сұрақ қойсам бола ма? Неге сіздер бөле бересіздер? Екеуі әдемі әңгімелесіп отыр, сұрақтарды қойып отыр, қайта-қайта рұқсатсыз араласып жатырсыздар барлықтарыңыз. Кешірім өтінемін. Иә, Аружан? 5 жылдан кейін көп балалы. Жағдай жақсы отбасы деп дейін. Сіз әйеліңізге кейін болашақта жұмыс жасау қарсы боласыз ба, әлде жоқ па? Жоқ, ол жерде уже екеуміз шешеміз. Оған ұнайтын заттары болса өзіне қарсы емеспін. Үйде отырам десе өзі біледі. Өз таңдау жасау? Өз таңдау. Сіз ондайға қалай қарайсыз? Мен де ойлаймын негізі солай өзі шешкен дұрыс депші. Жұмыс істесе, жұмыс істейді, жұмыс істетмесе, жұмыс істемейді. Егер шынымен жағдай қиын болып тұрса, күйеуімнің де болашақ. Ал сіз қызғаншақсыз ба? Өйткені Олжас мырза егер труппада билейтін болса, ол жерде өзінің партнерлары болады, серіктері және қыз балалар болады. Енді партнер болғаннан кейін бұл кісі оларды көтереді, айналдырады деген сияқты. Сол сәтте спектакльдің күл талқанын шығарып, сахнаға шығып алып, Олжас менікі деп влюбленный көзбен қарап айналдырып жүрсе, конечно, қызғанасың. Былай жоқ, қызғаныш жоқ. Жұмыс жұмыспен, қыдырыспен болу керек. Сол себепті мен ойлаймын, мүмкін қызғанбаймын деп. Қыдырыспен деген қалай? Жоқ, достарымен қыдырады ғой, сол кезде, например, да, қызғанбаймын деген сөз. Түсінікті. Енді біраз сұрақтар қойылды ғой, біраз пікірталас болды, жүзікті талқыладық 30 минут бойы. Сырласу бөлмесі бос. Дәл қазір барып сырласып қайтам десеңіздер. Сырласып қайтайық шынымен. Шай ішіп қайтыңыздар. Сырласын, сөйлесін, Хамрақұл шымылдықты көрсетіп жатыр.
Дәл қазір жабылсын ба? Жаннұр мырзаның бүгін көңіл күйі неге жоқ? Әлде екі оттың арасында қалдым ау деп қайғырып отыр ма екен? Басым қатып отыр деп. Басыңыз қатып отыр ма? Жоқ, бәрі көңіл күй тамаша, Диана ханым. Кеше микрофон сіздің қолыңыздан түспеп еді, бүгін тіпті алмайсыз. Кішкене ойланып отырмын қазір. Ойланып? Сіз ойлана тұрыңыз, бізде шымылдық жабылады. Шымылдық қайта жабылды. Тағы да бір жаңа үміткер. Таңдауы. Бұл жолы қыз бекен, жігіт бекен. Күнпатша кімді көрсетіп жатырсыз? Аягөзді. Хамо. Мұхтар. Шаблан. Шабланға үміткер келмейді ау, өйткені кеше тікелей эфирде біраз дүниелерді айтып тастады ғой. Инстаграм желісінде. Асхат Ханзаданы көрсетуде. Зухра ханым. Тағы да жарнама.